Сәлем, бұл видеода товарный бизнесті қалай нөлден бастап көтеру және оны үлкен деңгейге дамытуға болатын арнайы кейспен талдап беремін. Егер сіз онлайн немесе офлайн магазин ашуды бұрыннан көздеп жүрген болсаңыз, әртүрлі кәсіп жолын қалай дамытам, маркетингтік стратегия, менеджмент саласы бойынша қандай бизнес жоспар құрамын деген ой сізді мазалап жүретін болса, бүгін арнайы менің аяқ киім саудасымен айналысатын шәкіртім Бану ханымның бизнесін қалай нөлден бастап, қандай деңгейге дейін дамытқанымызды ашық айтып беретін боламын. Мен Еңлік Әбдіқадыр, 7 жылдан астам тәжірибесі бар кәсіпкермін. Өзім бірнеше кәсіптің иесімін. Бүгінде өзімнің арнайы қыз-келіншектерге кәсіпті дамыту және оны ұлғайту, оборотыңды өсіріп, маркетинг менеджмент бойынша нақты стратегиямен жұмыс жасау бойынша кеңес беруші маманмын. Егер сіз де дәл осылай кәсібіңізді ашып дамытамын десеңіз, менің наставничеством, яғни коучинг сабақтарымда берілетін құнды білімге қатысты ақпараттарды осы видеодан көре аласыздар. Сондықтан өткізіп алмай, бұл видеоны соңына дейін қараңыз, сізге де мықты білім болатыны сөзсіз. Бұл видеодағы шәкіртім Бану ханымның негізгі болі, яғни өзі осы уақытқа дейін шеше алмай жүрген басты проблемасы, ол сауданың бірде бар, бірде жоқтығы және қаржылық сауаттылықтан ақсап, осы уақытқа дейін өте үлкен өзіне финансовый проблема тудырғаны, одан бөлек бизнесі бар, бірақ соны дамыта алмай, жүргізе алмай, жүйелей алмай отырған кәсіпкердің бүгінгі проблемасын кеңінен талқылайтын боламыз. Қазір арнайы дүкенге келіп отырмыз, шәкіртіммен бірге интервьюді бастап, бүгін как есть барлығын сіздерге жасырмай көрсететін боламыз. Кеттік. Сәлематсыздар ма? Менің есімім Бану болады. Жасым 44-те, осы Алматы қаласының тұрғынымын. Осы Барахолка базарында осындай сауда кәсібімен айналысамын, аяқ киім сатамын. Осы кәсіппен айналысқаныма 15 жылдан асты. Енді қазіргі кезде Еңлік ханымның коучинг сабағына қатысып жүрмін. Жалпы өзіңізді дамытуға, кәсібіңізді дамытуға алғашқы сабағыңыз ғой қатысып жатқан? Әлде бұған дейін де басқа сабақтарға қатысып көрдіңіз бе? Жоқ, осы алғашқы сабағым. Бұл бірінші сіздің алып отқан, иә? А точкаңыздағы сіздің жағдайыңызды сипаттап айта кетейікші, енді біздің оқырмандарымыз, көрермендеріміз барлығының арасында сіз сияқты состояниеде отырған ханымдар бар шығар, иә? А точкаңыз, яғни қазір сізде сауда қалай? Сауда енді қазір бірде бар, бірде жоқ. Өте жаман деп те айта алмаймын, жақсы деп те айта алмаймын. Және сіздегі басты проблемаларға тоқталайық, сосын оның шешімін қалай жасадық, біз қазір қандай әрекеттер жасап жатырмыз, соған көшеміз, иә? Басқа қандай проблемалар болды сізде коучингке дейін? Еңлік ханымның сабағына қатысқан себебім, кәсібімді ары қарай жүргізіп дамытқым келді. Қаржылық сауаттылығымды дұрыстап, есептеу мәселесі жағын дұрыстағым келді. Мен енді негізінде есептемейді екенмін. Қанша расход кетті, қанша приход болып жатыр, соның бәрін есептеу жағын Еңлік ханымнан үйреніп жатырмын. Бізде Бану ханымның негізгі кәсібінің минустарының бірі деп айтсақ болатын шығар, мүлде қаржылық жағына көңіл аудармайды. Ақша түседі, келеді, бірақ есебі жоқ. Бухгалтерлік отчет жоқ. Одан бөлек кейде енді товарларды да біз таңдап алатын кезде оны өткізу, сату жағына келгенде кішкене қазіргі заманауи сатудан ақсап жатырсыз, иә? Дәл қазіргі бірінші, екінші, үшінші біздің коучинг сабақтарымызда не алдыңыз? Бірінші мастер-класстан бастадық, тауға барып, неше түрлі трансформация болды немізді. Соның бәрін қорыта келе, Аллаға бірінші ниет етуден бастадық. Қалай ниет ету керек, қалай өзіңді өзің өсіру керексің, қалай миды дамыту керек. Біраз заттар үйреніп, біраз қалай жасау керектігі дүниелердің бәрін үйреніп жатырмын. Миға тапсырма беруді, таңғы серуеннің қандай пайдасы бар екенін. Сіз 15 жылдан бері аяқ киім саудасымен айналысасыз, иә? Тек қана енді алу, сату, заказ беру, сату. Сіз осы екі аралықта ғана жұмыс атқардыңыз, иә? Бірақ осы жалпы сауда бизнесінің іші өте үлкен, кухнясы өте үлкен екенін енді түсініп жатырсыз ғой, иә? Иә, соны енді біліп, енді Еңлік ханымнан енді үйреніп, енді түсініп жатырмын. Мен енді Инстаграм парақшағым бар, 1 жылдан асты ашқаныма. Бірақ енді соған суретті, фотолар салып қойып қана отырады екен. Ары қарай таргет жіберіп, тиктокқа салу, жарнама көздерін қосу, сол жағынан кішкене ақсап жатырмын.
сол жағын өте біле бермейді екенмін. Енді өткен жол ғана біз екеуміз сізге берген бір техникам болды, иә, оптовиктермен жалпы қарым-қатынас жасау, олармен долгосрочный проект ретінде жұмыс жасау деп, иә. Алла қаласа біз Бану ханымның осы кәсібін франшиза форматында нүктесін кеңейтіп, және оптовиктердің санын арттыру үшін жұмыс жасайтын боламыз. Ал дәл қазіргі моментте осы алдында берген бір ғана техникамнан сізге табыс түсті ғой, иә? Сол жұмыс жасайтынына көзіңіз жетті ма? Иә, көзім жетті. Біраз клиенттармен тауып, жаңа сіздің айтқаныңыз бойынша хабарласып, сөйлесе білуді үйрендім. Қалай жұмыс жасау керек екенін үйреніп, енді біліп келе жатырмын. Енді жалпы қандай нәтиже күтесіз, және сізде қазіргі таңда уже қандай нәтижелер байқалады өзіңізде? Саудамның жақсы жүргенін, алға басқанын, саудамды дамытып, кішкене қарыздарымнан құтылып, ең бастысы қаржылық сауаттылықты меңгергім келеді. Ал жалпы қазір саудамды жақсы жүргізгім келеді. Екеуміз жұмыс жасау аралығында осы 2-3 аптаның төңірегінде, иә, менің жұмысыма қандай баға бересіз, жалпы сабағыма, сабағымыздың сапасына деген сияқты, кеңестерімнің сізге қаншалықты пайдалы болды деген сияқты айтып беріңізші. Өте керемет деген баға беремін. Енді біраз кеңестер алып, соның бәрін үйреніп жатырмыз ғой. Адам өзін өзі сенімділік артады екен. Жақсы жақтары ғана өзгеріп жатырмыз. Сіздерге де кеңес беремін. Меңгүл ханымның сабақтарына қатысыңыздар, білім алыңыздар, өкінбейсіздер. Осы уақытқа дейін менің сабағыма жұмсаған қаражатыңыз ақталды ма? Өзіңіз мысалға өкінбейсіз ба? Осындай ақша төлеп, сабақ алып, білім алып, уақытыңызды кетіріп жатқаныңызға? Жоқ, өкінбеймін. Өкінбеймін. Наоборот, қуанамын. Сізге көп алғысымды айтамын. Бір енді қазір басқа бір әлемде жүрген сияқтымын негізінде. Неге? Енді білмеймін, сондай бір сезімдемін да. Болашаққа сенім пайда болды. Болашақта бір жақсы болады, керемет болады деп бір. Сондай жақсы неде. Кеше мен жалпы Бану ханымның кәсіп жолының схемасын сызып бердім, иә? Қалай франшизаға айналдыра аламыз, қандай келісімшарттар жасау арқылы біз оптовиктердің санын көбейтеміз деген сияқты. Соны жүзеге асырасыз ғой? Бұйырса. Алла бұйыртса. Жақсы. Мені жалпы не үшін наставник ретінде таңдадыңыз? Яғни мені неге ұстаз ретінде таңдадыңыз? Өзіңіз осыған тоқтала кетсеңіз. Өйткені жаңағы білімді, ақылды, бизнес жағын дамытуды білетін, нағыз енді менің неме керек екен деп таңдадым. Сіздің салаңызға деп, иә? Жұмысыма керек деп. Жақсы. Ал өткенде қаржылық сауаттылық бойынша жалпы қарызға кірмеу, қарыздан құтылу деген сияқты техникалар жасадық қой. Сол схеманың сізге қаншалықты пайдасы болды? Енді сол жерде бөліп беру техникасын үйрендім. Күттіріп қоймай енді. Қарым-қатынас жасау. Бану ханымның А нүктесіндегі қателігі. Ол кісі есептемейді, яғни нищета от слова нищетать дейді ғой. Кедейшілік есептемеуден басталады. Сіз А нүктеңіздегі, енді қазір мен шамамен білем, Бану ханымның А нүктесінде тауып отырған сумасын, енді біз Б нүктесіне одан 2 есе деңгейдегі суманы табуға жоспар құрып отырмыз. Және оны біз тез арада, Алла қаласа жақында оны орындайтын боламыз, бұйырса. Өйткені нақты техникалар бар. Коучинг болсын, кез келген сабақты алуда осы адамдарда бір күмән болады, сенімсіздік, қорқыныш болады. Сізде менің сабағымды алатын кезде сондай бір қорқыныш болды ма? Жоқ, ондай қорқыныш болған жоқ. Жаңағы барып алдым, ойланбастан коучинг сабақты сразу сатып алдым. Өйткені Еңлік ханымның сол жерде берген сабақтары, жаңағы кеңестері маған өте қатты ұнады. Маған уже пайдалы болатынына сенімді болдым. Сондықтан ойланбастан бірде алдым, сразу алдым. Ал дәл қазіргі ақшаңыз енді ақталады ғой, бұйырса ақталып жатыр ма? Ақталып жатыр, ақталады деген сенімдемін. Дәл солай қорқатын ханымдарға қандай кеңес бересіз? Негізі наставниктің болғаны жақсы ма екен? Мен пайда болғалы қандай өзгеріс болды сіздің өміріңізде? Ойжан, біраз өзгерістер болды. Негізінде мен бір Алла сұрасаң береді дейді ғой, осындай негізінде маған керек болған, ойланып жүргем.
қатты қажет еткенін жаңағы маған сондай үйретсе ғой инстаграм жағынан, сату жағынан деп сол ойлап негізінде сұрап жүргем. Алла көмектесті. Дұға еттіңіз. Дұға еттім, біраз дұға еттім. Алла біледі екен, Алла көмектеседі екен. Дұға етсеңіздер, ниет етсеңіздер, ең бастысы. Сондықтан енді Еңлік ханымның сабағына қорықпай, нық түрінде, сенімді түрде айта аламын. Алыңыздар, қатысыңыздар. Тек қана жақсы жаққа өзгересіздер деп айта аламын. Мен көбінесе осы коучинг қатысушылардың ең бірінші этап бізде мимен жұмыс болады да. Өйткені ол кісіні Б нүктесіндегі табатын табысқа сендіру керек. Сіздер енді бірнеше ханым бар ғой менде дәл қазір осы сабақтарды оқып жатқан, тіпті оқып бітірген деген сияқты. Олар сенбейінше, сіз сенбейінше Б нүктесіне жетуде біз бірінші миды сендіруіміз керек та. Мимен жұмыс жасаймыз. Сол үшін ұзақ уақыт ішкі психологияны, мінезін, адамның жаңағы миындағы таптаурын сол бір шектеулерін бұзып, содан кейін ғана біз яғни ақша табу, оның техникаларына көшеміз. Бану ханым, мына жерде көріп тұрмын, ассортименттеріңіз өте жақсы екен, көз тояды. Өйткені қыстық, күздік, көктемдік барлық сериялары бар аяқ киімдеріңіздің, 15 жыл болды дедіңіз, айналысып жатқаныңызға. Қазір қандай аяқ киімдер трендте? Қазіргі кезде классикалық аяқ киімдер өте сәнді. Өте әдемі екен. Мысалы, бұның оптым бағасы нешеден? 12 мың. 12 мың теңгеден алады оптым. 12 мыңнан 6 пардан жүреді, бір линияда. Осы екі түсі ғана ма? Осы екі түсі бар. Жақсы. Содан кейін мынандай носиктары квадратный, осындай трендте қазір мода. Қазіргі мен байқағаным бұрын үш бұрыш жаңағы аяқ киімдер мода еді, қазір квадратный, овальный деген сияқты. Мына аяқ киімдер мысалы өте әдемі екен, біздің ледиларға айналған. Сіз товарларыңызды қайдан аласыз? Көбінесе қайдан тапсырыс бересіз? Қытайдан. Жаңағы онлайн түрде. Қазір енді неге байланысты жабық қой. Ашылған кезде Қытайға, Үрімшіге барып, Пекинге барып, сол жерден заказ беретінбіз. Ал қазір онлайн түрде WeChat арқылы заказ береміз видеомен. Мұнаның барлығын сіз өзіңіздің талғамыңызға қарай таңдайсыз, иә? Иә, өзім таңдаймын. Талғамыңыз жақсы екен. Енді спрос қалай? Сұраныс бар ма жалпы? Оптым товарларға? Сұраныс бар, иә, оптым товарларға көбінесе өзімнің постоянный клиенттарым алады. Тұрақты алып жүрген клиенттарым алады. Енді ары қарай сол мені білмей жүрген клиенттарым алса екен деймін. Осы тұста айта кетейік, үйде отырған, немен айналсам, қалай айналсам, саудамен айналысқым келеді, сатып көргім келеді дейсіздер ғой, бірақ саламатсыз ба? Қандай товар іздеп жүрсіз? Үйде отырған, не болмаса немен айналсам, товарды қайдан тауып сатам деген ханымдарға сіз қандай кеңес бересіз? Енді ол ханымдарға келіңіздер, менен товар алыңыздар, оптым. Өздеріңіз бутиктарыңызды ашыңыздар. Товарлар өте жақсы, сапасы жағынан жақсы. Менен алып атқан клиенттарын айтпай, енді бәрі саттық, жақсы деп. Бану ханымнан алу арқылы менің де сату стратегиямды меңгеретін боласыздар. Өйткені біз қазір Бану ханымға қалай сату керек, қалай оптовиктің санын арттыру керек бойынша арнайы техника жасап жатырмыз ғой. Енді маған мына нәрсені айта кетіңізші, бір күнде қаншалықты деңгейдегі сауда болады сізде? Күнде енді 600-700 мыңға дейін сауда болады. Енді одан да, мысалы, жақсы крупный клиентім келсе, одан да жоғары болады. Ал мынадай уже сезон өтіп кеткен, яғни қыстық аяқ киімдерді қалай сатасыз? Бұл сезон өтіп кеткенде, бұл әлі трендтен, модадан шыға қойған жоқ. Келесі уже сезон келгенде өтетін аяқ киімдеріне. Аяқ киімдер енді өте сенем. Жеңілдіктер бар ма? Жеңілдіктер бар, иә. Мысалы, сезон өтіп кеткенге уже келесі сезонда кішкене скидка жасайсыз? Иә, 50%, 40-30% скидка жасап береміз. Жақсы, енді тек қана етіктер емес, мына жаққа өтейікші. Мында әдемі неше түрлі классикалық туфлилар бар екен. Бағалары қандай? Бағалары мысалы мынаның 9,5 бағасы. В розницу нешеден сатуға болады бұны? 9,5-нан алады.
Ал сатқан кезде в розницу бірге бір қосады, Бірге бір қосады. 50% қосады. мен көбінше көріп жүрген туфлиларым енді сапалар дәл осындай ақ, бұдан асқан нәрсе жоқ. Даже енді мега болсын, достық база болсын, көп жерде де енді бұдан асқан сапа бар деп мен де ойламаймын негізінде. Енді білмеймін, мүмкін қателесетін шығар, бірақ ол жерлерде бұндай ақ киімдер 30 мыңнан жоғары, 40 мыңға барады. Енді әртүрлі ғой. Меніңше товарды сата білуге байланысты. Ол мысалға біз бір су аламыз ғой, су магазинде 200 теңге тұрады. Ал оны апарып мейрамханадан ішсең 1000 теңге тұрады. Аэропорттан ішсең 2,5 мың теңге тұрады. Яғни сенің қай жерде тұрғаның, упаковкаң, сата білудегі техникаң маңызды ғой. Сіздерге де айтатыным сол, упаковать етіп үйрену керек. Бұның барлығын сата білуде. Ол бренд болу керек, міндетті түрде жарнамасы өте жақсы болу керек, бағасынан бұрын. Біз айтамыз ғой, жоқ, арзандата беру керек, арзандата беру керек, сол кезде ғана өтеді деп. Жоқ, упаковка, жарнама, сапа әрине, одан кейін жылдамдық. Яғни обслуживание тез болу керек. Хабарласты ма, тез жауап беру керек. Сообщение жазды ма, бірден ответ қайтару керек. Ол клиент сізді күтіп тұрмайды. Анда сіздің қаншама конкуренттеріңіз бар, көріп отырмыз ғой. Сондықтан жылдамдық өте қатты маңызды. Ал бағаны сосын сіздің өзіңіздің жұмысыңызға қарай қоя берсеңіз болады. Саудаңыз сәтті болсын, Бану ханым. Бұйырса алдағы уақытта үлкен жетістіктерімен тағы да бөлісеміз. Бану ханымның бұл әлі бастамасы, жасап жатқан жұмысының алғашқы қадамдары, бірақ қорықпай менің наставничествомды алып, коучингіма қатысып, қаталдығыма көніп, тапсырмаларды орындап жүргендеріңізге рахмет. Сәттілік тілеймін. Аумин. Рахмет.